Әйел махаббаты, иә, шын сүйе алатын тек әйел ғана. Құдай-ау, біз көріспегелі 10 шақты жылдан асып кетіпті ғой. Иә Бәтимаш, ол кезде біз қыз едік. Бес биенің сабасындай толық, ет жеңді келген қара торы әйел Бәтима өзінің бір кезде қыз болғанына шынымен таңырқай, сәл аңырып қалды да, диванда шалқайып жатқан күйінде сағынып көріскен досы Зияны құшағына қыса түсті. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген осы екен-ау. Қазіргі түріміз мынау деп қойды. Сен айтпаймын деді аздан соң Зияға күле қарап. Бойың өсіп бет бейнең ашаңданып, денең толыңсырағаны болмаса сол уылжыған қалпың әлі қыздан арықсың. Мектепте жоғары класста оқып жүргенде өзімізді бой жеткен санаушы едік. Бала екенбіз онда. Студенттік жылдар ғой. Шын дәурен сүрген кезіміз. Бір қалада оқығанымызды айтсаңшы, сенмен бірге осы Алматыға келгеніме әлі өкінем. Онда бәкеңе кездеспейтін едің ғой деді Зия ойнақлана. Солай екен-ау, бірақ бәкең болмаса сәкең кездеспеп еді. Кім дейсің? Сәкең. Әйтеуір біреу дегенім ғой. Аз үнсіздіктен соң қалжың ғой бәрі деп қосып қойды да Бәтима ақталған түрімен. Мектепте 10 жыл бойы бірге оқып, құлынтайдай бірге ойнап, бірге өскен құрбылар енді 12 жыл өткен соң бірақ кездесіп, осы аз ғана уақыт ішінде соншама өзгергендеріне іштей таң қалысып, бірінен бірі көз айыра алмай ұзақ отырды. Кеше ғана тұлымдары желбіреген қыз еді-ау екеуі де. Енді міне құшақтасып күлісіп біраз мауқын басқан соң екі әйел үй тұрмыс тіршілік жайын сөз етіп кетті. Екеуден екеу отырып қою шайды тартып алған соң әңгіме тіпті қыза түсті. Таусылар емес. Зия деді бір кезде. Бәтима кенеттен көптен көкейінде жүрген сұрағы есіне жаңа түсіп. Осы сен күйеуіңнен неге айырылыстың? Қанша сұрасам да хаттарынан ештеңе біле алмадым. Анығын айтшы. Зияның жүзіндегі күлкі лезде тарады да бет пішіні ойлы, қамырқы қалыпқа ауысты. Мінезіміз үйлеспеді деді. Көзім бір нүктеден алмаған күйі. Келісе алмадық. Тағы соныңды айттың. Түсінбедім сені. Естуімше ол соншама атақты адам болса да жібектей есілген биязы, үлкенді аға, кішіні іні деп тұратын мейірбан жан көрінеді. Білетіндердің бәрі солай дейді. Ал сен тіпті бала кезіңнің өзінде аса ұстам дедің. Тұрмыстарың да жаман болған жоқ. Сонда неменеге келісе алмадыңдар? Келіспедік деді Зия, Бәтима айтқан сөздері естімегендей қимылсыз күйінде. Той қарсаңындағы хаттарың менде әлі сақтаулы. Не деп жазып едің сонда? Өмірлік серігім болатын адамға кездестім. Бақытымды таптым деп. Бәтима деді Зия, жалынғандай дауыспен. Мені тағы азаптағың келіп отырма. Сенен неше рет сұрадым. Осыны сөз қылмай-ақ қояйық деп. Сағынып кездескен құрбысынан мұндай ренішті сөз күтпеген Бәтима тосылып қалды. Өзгергеніміз ғой деді аздан соң жәбірленген кейіппен. Сыр жасырмаушы едік бұрын. Бірақ менің анық білетінім, сен оны әлі ұмытқан жоқсың. Ұмыта алмайсың. Кімді? Зия селт етіп Бәтиманың аузына қарады. Кімді болушы еді? Арыстанды дағы. Сол кісіні жамандаған бір адам көргем жоқ. Өзі де Құдай берген жігіт қой. Жұлдызы жанып ақ тұр. Бұл бастағаны ғана. Әлі жасы 30-дың ішіндегі жаңа енді. Доктор, профессор. Не керек? Зия бақытыңды басқа тептің. Бақытымды? Зия ауыр күрсініп алды. Бақытымды басқа тептім ғой шынында да. Құдай маңдайыңа жазған қосағың емес пе еді арыстан? Түү Бәтимашай, тағы да арыстанды әкелдің бе? Зия денесін суық қарғандай құшақтасқан қолын жазып, Бәтимадан алшаңқырап отырды. Сенің маңдайыңа жазылған арыстан еді дедің бе? Айтайын енді. Ал тыңда, кім екен? Мен өмірімде ондай адамды көрген емеспін. Ол ешкімде ұқсамайтын. Толқынды қалың қара шашын шалқасынан қайырып қоятын, желкесіне дейін жететін, арты көтеріліп, күдірейіңкіреп тұратын, оның сөзіне ерекше өң беретін. Ол сұлу емес еді, бірақ сымбатты. Аяғын салмақпен басып, жаймен ойланып жүре келе жатқанда, жұрттың бәрінен еңселі көрінетін. Оның көзі. Сен сондай көзді көргенің бар ма? Тыныш жатқан терең қара сулар болады ғой. Соған ұқсас еді. Тіпті теңеу таба алмаймын. Күлмейтін, үнем бір қалыпта тұңғиық селт етпеген күйінде тұратын да қоятын. Мен кейде Короленканың соқыр музыкантының көзіне ұқсататынмын. Біздің қыздардың бірі оның көзі өлген адамның көзіндей деп еді. Рас, кейде жанарынан жылт еткен от көрініп қалатын. Онысы ерекше көңілденген кездерінде болушы еді.
Әйткенмен бұрынғы қалыпқа тез түсетін. Оның көзі неге сондай болды екен деп жиі ойлаймын. Әлде бақытсыздығынан ба, әлде ой үстінде жүргендіктен бе? Ол консерваторияда оқитын. Институтымыздағы көркемөнерпаздар үйірмесін басқарушы төсек тартып жатып қалыпты да, уақытша соның орнына келіпті. Аты Төлеген екен. Жібегін іздеп жүрген көрінеді деп күлісті алғашқыда қыздар. Ол композитор еді. Жүрек толқытар сырлы әндерін ауыздан ауызға көшіп жаңа тарай бастаған кезі. Атағы шықпаған бірақ әнін естіген, өзін білетін адамдар тегі соның болашағынан үлкен үміт күтетін. Жүріс-тұрысымен, сөйлеген сөзімен Төлеген қыздардың бәрінде баурап алды. Алғашқы күні ілме сөз, қақпа қалжыңдар жайында қалды. Орынсыз бірдеңе айтып қоймайық деп ойлана емене сөйлейміз. Қыздардың әрқайсысы жібек болғысы келеді. Маған да ұнады Төлеген. Бірақ менде әйелдің, әлі өмірді білмейтін, әлі ләззаттың дәмін татпаған, парықсыз әйелдің тәкаппарлығы бар еді. Кезекті репетициядан тараған соң қыздардың бәрі у-шу болып, ананы мынаны айтысып жатқанда, мен сөздеріне көп араласпай, әрнені қиялдап, өзімен өзім отырамын. Төлегеннің көзі маған алғашқы күн-ақ түсті. Мен аңғармаған, аңғарсам да елемеген қалып таныттым. Өзің білесің, менің біраз даусым болатын. Бізде жақсы әнші қыздар да бар еді. Кейбіреулері радиодан да айтатын. Әйткенмен Төлеген басқалардан гөрі маған көбірек ілтипат білдірді. Мен ән салғанда аузыма қарайтын да қалатын. Аздан соң мұны біздің қыздардың бәрі де байқады. Сондықтан мен Төлеген масаттанбасын деп оның әндерін онша ұнатпайтын сияқтандым. Ал басқа қыздар үйде ауыздарынан тастамайды. Өз жазғаныңды өзің қайта-қайта тыңдағаннан асқан азап жоқ деп Төлеген өз әндерін айтқызбайтын. Бірақ кейде ыңылдап, қосылып кеткенімді аңғармай қалушы едім. Бір күні Төлеген жаңадан шығарған әнін үйретті. Ән бәрімізге ұнады. Ал мен оның сөзі мен сазына елтіп мас болғанда едім. Жігіт ғашығына өзінің жүрек сырын ашатын, қызғаныш деген сезімін, дәмін алғаш сол жерде таттым. Сірә Төлеген бұл әнді сүйген қызына арнаған болар деп ойладым. Төлеген, осы әнді сіз орындамайсыз ба дегенде, қуанғаннан не істерге білмедім. Өзімнің сертімді ұмытып та кетіппін. Сол кезде мен шын бақытты екен Бәтимаш. Бірақ адам бақыттың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі дейді ғой. Бақ қонғанын мен де білмеппін. Келесі репетицияда Төлегеннің әнін жеке өзім айттым. Сөзі мен әуеніне беріліп кеттім білем. Ән салып тұрғанда ештеңені көргем жоқ. Тек соңын қайырғанда Төлегенге көзім түсті. Маған қадалып қарап қалыпты. Бетіне адам көз тоқтата алмастай еді. Сол күні киноға шақырды. Қайтар жолда ұзағырақ жүріп қалыппыз. Түнде тамаша еді. Жапалақтап қар жауып тұрды. Жер де аппақ, көк те аппақ. Анда-санда үстіне қонған қар салмағын көтере алмай, күтір етіп сынған бұтақ дауыс естіледі. Екеуміздің қалайша тез ұнасып кеткенімізді білмеймін. Қол ұстасқан қалпымыз ақша қарды жалдап, мүлгіп жатқан көшелерді бойлай көп жүрдік. Сөйлескеніміз жоқ, құр жүрдік те қойдық. Жауып тұрған кіршіксіз таза қармен қала оттары шағылысып, аспан самалдай жарық. Жоғарға қарасан, қалбалақтап келе жатқан ұлпа әрі қар түйіршіктер көрінеді. Кенет Төлегенге еркелегім келіп кетті. Қарап тұр деймін, сенге көшіп алғанымды өзімде аңғармай. Мен қазір ана бір түсіп келе жатқан қарды қағып алам. Қайсың дейді Төлеген. Жауып тұрған қар түйіршіктерінде сан жоқ. Қайсың екенін өзімде білмеймін. Бірақ әне біреуін деймін, көкке қолымды созып. Сүйдеймін де алақанымды жайып тұрам. Менің қолыма жаңа бір түйіршік түссе, балаша екеуміз де мәз боламыз. Үстіңді қара аппақ дейді Төлеген бір кезде. Қарасам, пальтомның омырауын, иығын ұлпа аппақ қар қаптап алған. Төлегеннің үсті басы да сондай. Тоңған жоқсың ба? Жоқ деймін. Төлеген менің бір жерімді ауыртып алмайын дегендей, үстімдегі қарды жайлап сипай қағады. Қолының жылуын бүкіл денем сезінгендей, мен де оның иығындағы қарды түсірем. Сөйтіп тұрғанда кенет Төлеген мені қатты құшақтап алды да, Зия сол сәтте басынан жаңа ғана өткізгендей ерні балбырап, көзі күлімдеп аз отырды да, Бәтима деді құрбысының иығына қолын салып. Алғаш сүйіскенің есіңде ме? Ең алғашқысы. Кіммен? Бекеңмен бе? Жалпы дегенім ғой, Бекеңмен болса да. Қанша жыл өтті, содан бері қайсы бір қызықтар есте қалды дейсің. Немене, Бекеңе дейін болып еді біреуің? Бекеңе 4-ші курста кездестім ғой. Оға дейін қыз сау жүруші еді. Үйтіп-бүйтіп долбарлап ретін келтірді ғой Бәкеңде. Сол жас сыптай жігіт кезінде
қазіргісінен де ебедейсіз еді сорлы. Өзін онша ұната да қойғам жоқ. Әйтеуір біреумен бас қосу керек болған соң. Қазіргі кезде махаббат дегеннің өзі Қозы мен Баянның заман өтіп кетті ғой. Бірақ Бекеңді кейін қалай жақсы көріп кеткеніме таң қалам. Енді сол мал табарымды ешкімге айырбастамас едім. Балаларың да, кімде бала жоқ дейсің? Оларды қойшы. Бекең менің жүрегімді балалар арқылы емес, өзінің көнбістігімен жаулап алды ғой. Әлі күнге дейін сол күйінде тұр десем тұрады, жүр десем жүреді. Суретін көрдің ғой. Қазіргіден сидалау келгені болмаса, жігіт кезінде де нағыз маубастың өзі еді. Ал сен Төлегеннің просто молодец екен. Қызды алғаш киноға шақырған күні сүйіп алу деген. Бұл біздің соңғы сүйісуіміз еді, деді Зия, әңгімесін қайта жалғап. Алғашқы және ең соңғы. Оның демі оттай ыстық еді. Ал ерні мені өртеп жібере жаздады. Буындарым босап еріп бара жаттым. Сол сәтте Төлегеннің өзі қысақ құшақтап тұрмаған болса, құлап қалар едім деймін. Кейін Арыстанмен бірге жүрген кездерімде мұндай ләззаттың дәмін де татқан емеспін. Бірақ өзімді өзім алдап, соны сүйем деп жүре бердім. Кейде шын солай сияқты көрінетінде. Арыстан ол кезде аспирант еді. Ал Төлеген тағы сүймек болғанда, бірақ жидым есімді. Өзіме онша қаншама жақындатып алғанымды тез аңғардым. Масқара-ай, таныспай жатып, ақындар, өнер адамдардың бәрі жүргіш келеді дейтін. Әрине, мен мұның алғашқы қыз емеспін. Сол көп қыздың біріндей етіп, мен де тастап кетеді. Басыма жалт етіп келген ой осы болды. Сол сәтте мен дөреклеу бір қимыл көрсеттім. Төлегенді кеудесінен итеріп жібердім білем. Әйтеуір сытылып шықтым. Содан бастап өзімде әлі күнге дейін анық түсінбейтін бір іс басталды. Төлеген күнара кейде тіпті араға күн салмай келеді. Мен көбіне шықпаймын, уақытым жоқ деймін. Жалғыз-ақ сөз. Ал Төлеген мұңайып тұрып кетіп қалған соң, бөлмеге келем де төсекте жатып алып, оны ойлаймын. Жаңа шықсам ғой, қазір қол ұстасып анадағыдай жүретін едік, мүмкін тағы да. Сол сәттің қайталанауын аңсаймын, жан тәнмен беріле аңсаймын. Бірақ неге екенін білмеймін. Үнемі өз сезіміне қарсы әрекет етіп отырдым. Кейде шығушы ем, киноға не театрға барамыз. Ондайда сыртта ұзақ қалмауға тырысам. Төлегенді бойыма жуытпаймын. Тіпті қол ұстасып та жүрмейтін болдық. Үнемі көкейімдегі сөздерді емес, басқа бірдеңе айтам. Ол әңгімеге мүлде қатысыз болып шығады. Төлеген менімен сырласып әңгімелескісі келуші еді. Өзінің армандарын, ойларын айтатын. Консерваторияны бітірем дейтін ол. Содан соң сен мединститутты бітіресің. Ештеңе аңғармағандай ары қарай іліп әкетем. Содан соң мен өзімнің ауылға қайтам. Ал сіздер атақ даңқ алу үшін Алматыда қала бересіздер. Атақтың да даңқтың да керегі жоқ дейтін. Ол менің бұл жолда әңгімені басқа жаққа бұрып жібергенді байқаған соң мұңайып. Шын мәнісінде құнды шығармалар жазсам болғаны, ал мен көп жазам. Және тек жақсы туындылар ғана. Концерттер мен симфонияларда, операда, балетте қазіргілерімнің бәрі жаттығу. Өте көбіс тындырар едім. Тек сен менімен бірге болсаң. Ол арманшыл еді. Тіпті көп армандайтын. Кейде шалқып кететін. Мен мықтымын дейтін. Бәрінен күштімін. Әлі көресің, бәрінде ұрып жығам. Мақтаншақ деймін мен іштей. Ал кейде өнер жолының қиындығын әңгімелейтін. Әй, осы менен ештеңе шықпас деп қоятын. Қазіргі музыка жайлы ойларын айтатын. Кейде тіпті тым алысқа сілтеп, маған мүлде бейтаныс қай-қайдағы бір композиторлар жөнінде хиқаялап кететін. Мұның бәрі мен үшін тым қызықсыз, іш пыстырар нәрселер еді. Ал ол табиғатында сөзге сараң болғанмен, бір шешілсе ұзаққа тартатын. Әрине, мұндайда менің көңілім басқа жақта жүреді. Төлегеннің өзімді сүйетініне көзім анық жетті. Мен шексіз бақытты едім, бірақ оған қанағаттанбадым. Төлегенді тағы да қинай түскім келді. Бұл маған қызық еді. Сол кездерде оның қандай күйде жүргенін ойласамшы. Өзімнің мерейімнің үстемдігін сезінген соң, менің тентектігім шектен шықты. Консерватория студенттердің жатақханасы алыс, қаланың шет жағында, атты әскер көшесінде. Қазір басқаша аталса керек. Мен Төлегенді ұзағырақ ұстауға тырысамын. Көбіне әдейі істеймін. Транспорт тоқтап қалған кезде талай жаяу кетіп жүрді. Өстіп кеш қайтқан күні бірде жатақханаға 2-3 бұзақы жабылып, бар сырт киімін сыпырып әкетіпті. Өзін соққыға жығыпты. Әйтеуір тірі қалған. Осы жол оған қаншалық қымбаттыға түскенін кейін ғана білдім. Ол тақыр жетім еді.
Әкесі де шешесі де туған туысқандары да жоқ. Ешкім қаражат жағынан көмектеспейтін. Және ол кезде жағдай қазіргідей емес. Ақша тауып киім алғанда ай бойы жолдастарының бірінің ескі пальтосы мен костюмын киіп жүріпті. Осы уақыт ішінде маған бірер рет қана қатынады. Ялған болу керек, тіс жармады. Бар болғаны бір үлкен дүние бастадым. Бітіріп тастайтын едім. Жағдай келіспей созылып барады. Уақыттан да таршылық көріп жүрмін деді. Арыстанмен сол Төлеген келмей жүрген шамада таныстым. Бұл екеуі дүниенің екі шеті сияқты еді. Біріне бірі мүлде ұқсамайтын. Төлеген көркем өнерге табынса, Арыстан әдебиет, музыка дегендердің бәрін еріккеннің ермегі санайтын. Бұрын ғой дейтін ол. Біздің елімізде Толстой да болды. Тургенев те, Пушкин де, Чайковский де болған. Бірақ Россия артта қалған мешеу мемлекет еді. 1905 жылы жапондардан қалай жеңілгенімізді тарихтан оқыдың. Орыс армиясы мен флотын Толстой сақтап қала алмады. Таза масқара болдық. Ал қазір ілгері дамыған ғылым мен техниканың арқасында Советтер одағы дүние жүзіндегі ең қуатты, ең алдыңғы қатарлы державаға айналып отыр. Маған Арыстанның батылдығы ұнады. Киіп жарып жүретін, және артық ауыз сөз айтпайды. Қыз көңілін немен алдарқатуды біледі. Әйткенмен оны сізден бірге жақындатпадым. Мен Төлегенге сызғаныш сезімін тудырғым келді. Білсін дедім, онсыз да өмір сүре алатынды. Бір жексенбіде екеуін қатар шақырдым. Үнемі кешігіп жүретін Төлеген бұл жолы ерте келді. Арыстан біз есік алдында шыққан кезде бірақ жетті. Мен тіпті екеуін таныстырсам ба деген ойға кетіп тұр едім. Арыстан бөгет жасады. Кешіріңіз деді ол Төлегенге қарап гүр етіп. Бұл кісі бізбен бармақ еді. Сөйтті де мені қолтықтап алып жүре берді. Төлегенге ызам келді. Неге ол да өстіп алып кетпейді? Бұл ойымның үсті насырға шапқанын қайдан білдім? Бір ай бойы Төлеген көрінбей кетті. Үлкен дүниесін аяқтай алмай жатқан болар деген кекесімен өзім іздеп бармадым. Ақыры бір күні одан хат алдым. Зия диваннан тұрды да жатын бөлмесіне барып бір көк конверт әкеп құрбысының қолына берді. Бәтима аузы ашық конверттің ішінен ескіріп сарғайған 4 бүктеулі қағазды алып жазды. Арасында бірнеше жерден сынған фото бар екен. Сол ма? Бұл Зияның өз суреті болып шықты. Сол жылдардағысы қалың қызғалдақ ортасында тұр. Шашына да омырауына да гүл қыстырған, қолында да гүл. Сәл еңкейген, езуінде күлкі ойнайды. Өзі де гүл рәуішті. Бәтима суретке қарап қалған еді. Бұл өмір жолы қызыл гүлге толы сияқты көрінетін кездегі суретім ғой деді Зия. Естілер естілмес. Қойсаңшы, қайғы түбіне бата бермей. Бетіңе әжім түсіп отырған жоқ. Жассың, сұлусың, тек ден сау болсын. Әлі қасқа мен жайсаңның талайына кездесетін. Білмеймін деді. Қабақтарының арасы қосылыңқырап, ойланып қалған Зия. Осы күйімде кетем демеймін. Бірақ ол күндер оралу қайда. Енді мен үшін ең тәтті минуттар, өткенді қиялдаған сәттерім ғана болмақ. Жарайды, оқи ғой. Ішіңнен оқы. Мен сенімен ілесіп отырам. Ол хаттың әрбір үтіріне дейін жатқа білем. Зия, саламатпысың? Осы сөзден кейін нүкте қойдым. Өйткені сені қайтып сенің даусыңды естімейтінді жақсы білем. Мен кетіп барам. Қатты соқтың ғой, не айтайын саған? Адам өз қолын өзі кесе алама. Саған ауыр сөз айтарлық дәрмен жоқ менде. Абайдың бәрімізде біле беретін бір өлеңде қаншама тереңдік, қаншама сыр барын қазір ғана жүрегімен сезінгендеймін. Мен адамның ең асыл, ең асқар сезімдерін музыка ғана толық жеткізе береді ала деп ойлаушы едім. Әрине сөз құдіретін білем. Дегенмен де ал мына сөз шыдайды риза болып жарысыне. Шыдадым ғой менде. Бақытты едім сол кездердің өзінде. Әншейінде ғана сенің даусыңды естіп тұрудың өзі маған қаншама қуаныш әкелуші еді. Қорлық пен мазағыңды көріп жүрсем де, сенің сол даусыңды ести бергім келетін. Бірақ амал бар ма? Осылай болуға тиіс шығар. Мен бұдан ары Алматыда қала алмадым. Осы соңғы айлардың ішінде сүйеніш іздедім, таппадым. Маңдайымнан сипайтын жан жоқ. Қайғы қуанышымды бірге бөлісер деп едім сені. Ал сен мені қиыншылық көріп жүргенде жебеудің орнына жерледің. Өтіп кетті ғой соңғысың. Дәл бұлай аяқтаймыз деп еш уақытта ойлаған жоқ едім. Сені алғаш көргенде ақ арманым, аңсағаным өзіңсің ғой деп ем. Сол ән саған арналған еді. Өз әнімді сенің аузыңнан естігенде төбем көкке жеткендей болып ем. Мен емес, сенің өзің шығарып, маған арнап айтып тұрғандай көріндің. Содан соң бір сәт бақыт құшқандай да болдым. Бірақ
Кеудемнен итеріп тастадың ғой. Қолыңның дағы әлі тұр. Алайда саған өкпелеуге қақым бар ма? Кешір. Қазір ойлап отырсам, сол кезде үлкен бейбастық жасаған екем. Кешір мені. Мені ұнатпаған шығарсын. Әйткенмен сен тым қатаңдық жасадың. Мінезің қатты екен. Неткен қызсың. Мен сені жарым деп едім, жаным дер едім, ал сен тас бауыр екенсің. Әнде менің жүрегімді жарып шыққан, әнде жібітпеді-ау. Бірақ сезімнің шынымен соншама алдамшы болғаны ма? Сен қаншама теріс мінез көрсетіп жүрсең де, ішкі бір дауыс маған үнемі сыбырлап тұрушы еді. Сен оған ұнайсың, ол сені сүйеді деп. Мен көңіліме қатты сендім. Сенің көзіңнен, кейбір қимылдарыңнан маған деген жылы сезімнің ұшқынын аңғарып қалушы едім. Әлде солай болып қана көрінді ме? Солай болғаны ғой, әйтпесе бүйтер ме едің? Қатты соқтың, қорладың ғой, қайтейін. Бірақ алдамшы сезім құрғыр көзі көріп тұрғанда әлі сенбейді. Зия сені сүйеді деп сыбырлайды. Дәл бүгін онысына сене алар емеспін. Осы уақытқа дейін сеніп ем. Алдағаным ғой. Жат біреудің құшағында кете бердің-ау. Қош, сау бол. Сенің шексіз бақытты болуыңды тілеймін. Одан басқа не келеді менің қолымнан? Қош, сау бол жаным. Ақ тілегіммен тілеймін. Тағы да бақыттың тассын. Артық ауыз кеткендерім болса кешірерсің. Бәріміз де пендеміз ғой. Әлсіздік жасаған шығармыз. Төлеген. Бәтима хатты оқып болған соң Зия әңгімесін жалғастырды. Менің басыма алғаш оралған ой қайда кетеді, неге болды? Бір сұмдықтың келгенін білдім. Басым зеңгіп айналып қоя берді. Трамвай аялдамасына жүгірдім. Әлі тұрмын. Трамвай жоқ. Енді такси ұстамақ болдым. Қырсыққанда қымыран риді деген ғой. Такси де табылмады. Өтіп жатыр. Бәрінде де бір кісі. Ақыры біреу тоқтады-ау. Жол бойы шоферді асықтырумен болдым. Бұл да бір жайбасар екен. Ештемемен ісі жоқ. Қалыпты жүрісімен тарта береді. Бұдан жылдам жүруге тыйым салынған дейді. Авария жасауымыз мүмкін. Консерваторияның жатақханасы қай жерде екенін шамалағанмен Төлегеннің қай бөлмеде тұратынын білмейді екем. Енді кіріп шығып жатқандардан сұрауға тура келді. Төлеген деген жігітті білмейсіз бе деп сұрадым. Қорапқа салынған флейтасын құшақтап, тық-тық басып келе жатқан әдемі қыздан. Қай бөлмеде екен? Төлеген, ол қазір мұнда тұрмайды ғой. Енді қайда? Осы жақында оны, не пәтерде болу керек? Анығын білмеймін. 7-ші бөлмеге барыңыз. Бірге оқитын балалары сонда жатады. Бір қоңқақ мұрын қара жігіт шықты. Төлеген кіміңіз еді дейді ол менің сұрағыма жауап берудің орнына. Жай танысым еді. Өте өкінішті дейді ол. Қолының сыртымен аузын көлегейлеп есінеп. Кешіктіңіз. Төлеген кеше кетіп қалды. Төбемнен жай түскендей болды. Қоңқақ мұрын жігіттің бұдан соңғы айтқан сөздерін естігем жоқ. Үйге қалай келгенімді білмеймін. Ертеңіне қайта бардым. Қайда кеткен екен адресін біліп жазбақпын. Жеткенше не айтатынымды да ойлап алдым. Төлеген дермін деймін. Өзіңнен басқа ешкімде жоқ. Сенсің менің қылалғаным. Еркелей наздана жазғым келеді. Төлеш неткен төзімсіз жігітсің. Менің шалдуар қалжыңымда көтере алмағаның ба? Қызғаншақ екенсің ғой. Кім ол сенің қасыңда? Дүниедегі барлық жігітке сені айырбастармын ба? Қайғыны ұмытып, бір сәт бақытқа қайта кенелдім. Есік қаққанда кешегі қоңқақ мұрын қара жігіт тағы шықты. Дейді ол. Алды-артыңызға қарамай тұра жөнеліп едіңіз, қайтып келдіңіз бе? Төлеген қашан кетті деп сұраймын. Алдыңғы күні дейді ол жаймен. Осы кезде менде күмән туа қалды. Әрине Төлеген кеткен жоқ. Оқуын тастап қайда барушы еді? Арман емес пе еді композитор болу? Әзілдеп жазғаны ғой. Қазір осы бөлмеде отыруы да мүмкін. Мені сынайын деген шығар. Кеше кетті деп едіңіз ғой. Қоңқақ мұрын жігіт сәл аңырап қалды да, деді тағы, кеңірсігінен мырс етіп. Мен ол сөзді айтқаннан бері бір күн өтті емес пе? Арқамды ызғар қарып бара жатты. Есімнен адасатын шығармын деп ойладым. Кетті деп тұр емес пе? Демек кеткен. Әйткенмен әлде үміт бар еді. Кетсе қайда кетті деп сұраймын. Бейхабармын дейді. Қоңқақ мұрын жігіт міз бақпаған күйінде. Өзі де білмеді-ау деймін. Қайда бет алғанын. Новосибирск жақтағы бір қазақ ауылында ағайындарын тұрады дегенін естігенім бар. Жалпы тұйық жігіт еді. Ешкіммен сырласпайтын. Өте жақсы жігіт еді деді. Менің бас аяғымды көзімен шолып өтіп. Бірақ қиқарлау болатын. Өз айтқанынан басқаға көнбейтін. Соңғы кездерде шырп етпей ашуланғыш болып кетті. Дегенмен сөзге келісіп,
стипендиядан да алынып қалды. Қыс бойы қалай күн көргенін білмеймін. Сірә жексенбі күндері әр жерге барып қол жұмыс істеп ақша тауып жүрсе керек. Қабілетсіз жігіт емес еді дейді. Сәлден соң маған қадала қарап қалпы. Тек жазғандары былай нелеу келеді. Ақыл кеңес ретінде достық сынды айтып көрдік. Адам бір алжасса қайырлу қиын ғой. Көкке шапшып жерге түсті. Тыңдамайды. Ақыры соның түбіне жетті. Сонша сұрайтындай кіміңіз еді дейді. Жерлесіңіз бе? Жоқ деймін жігітім. Жігітіңіз бола тұра жайынан ештеңе білмегеніңіз қызық екен. Аздан соң бүгін кеш әдемі екен дейді. Кино көргіңіз келмей ме? Рахмет айтып кетіп отырудан басқа ештеңе қалған жоқ. Мен сөйтіп жоғалттым төлегенімді. Жоғалған нәрсе табылуы да ықтимал ғой. Табам деген үмітте болдым. Алматыға әйтеуір бір келер, сонда маған қалайша соқпай кетеді. Көшеде үнемі жан-жағыма қаранып жүремін. Мүмкін кездесіп қалармыз. Кездеспеді. Бірде кітапханаға бара жатқанда автобус аялдамасындағы жұрт ішінен теріс қарап тұрған біреу жылшырап қоя берді. Төлеген деп ойладым. Дауыстап жібере жаздадым. Жүрегім лүп-лүп соғып, қан басыма шапшыды. Жақындап келіп қарасам, баяғы қоңқақ мұрын жігіт екен. Өстіп 1 жыл өтті, 2 жыл өтті. Азаппен 3-ші жыл тағы өтті. Осы 3 жыл бойы арыстан менің соңымнан қалмады. Әйткенмен оған жылы шырай берген емеспін. Енді маған келмеңіз. Менің басқандығымен де талай айттым. Біз бақпайды. Көбіне сөзді басқа жаққа аударып жібереді. Немесе бәрін қалжыңға айналдырады. Өзінің жолдастары лабораторияда бірге істейтін қыздар жайлы ананы мынаны айтып біраз тұрған соң киноға сүйрейді. Қанша дегенмен мен де пендемін ғой. Бірте-бірте жеби бастадым. Төлеген саған жоқ. Оны ұмыт деп өзімді өзім азғыратын шығардым. Бірақ мұным үшін Төлеген мені қатты жазалады. Өзі жоқ болса да әндері соңымнан қалмады. Ара-тұра радиодан айтылатын, ал жастар жағы аузынан тастамайды. Кештерде, жиын тойларда Төлегеннің өзіме арнаған әнін естігенде не болып кеткенімді білмеуші едім. Өткен күндер көз алдыма келе қалатын. Қар жауса үйде отырмаймын. Жылы киініп алып сыртқа шығамда, баяғы Төлеген екеуміз қыдырған жерлерге барып, жалғыз өзім жүрем. Сол арман болған түнге ұқсас талай кешті өткіздім. Бірақ қасымда Төлеген болған жоқ. Талай рет сол кезде Төлегенге еркелегенім есіме түсіп, аспаннан жауған қар түйіршіктеріне алақанымды тосып тұрдым. Бірақ мені ешкімде құшақтап сүймеді. Ақыры мен мединститутты бітіріп, іргедегі Жамбыл ауданында қызметке келдім. Уақыт озған сайын Төлегенді кездестірем деген үмітім жіңішкере берген еді. Енді үзілді. Бақытымды шынымен жоғалтқаныма көзім жетті. Адам неге болсын? Көндігеді екен, көндіктім. Көндікпегенде не істейсің? Арыстан маған жексенбі сайын автобуспен келіп қайтатын. Ақыры мен Төлегенді ұмыттым деп өзімді өзім сендірдім. Аз уақытқа ұмытқандай болдым. Арыстанның құшағына құладым. Той аяғы тарқар-тарқамастан Арыстан кандидаттық диссертациясын қорғады да Новосибирскке ауыстық. Арада 4-5 жыл өтті. Күйеуге шыққаннан соң алғашқы айларда Төлегенді қайта ойлап жүрдім де бірте-бірте ұмыттым. Шындап ұмыттым. Арыстан жаста болсақ, атақ абыройы зор, мәртебесі биік. Басына бақ мансап үйірілген ғұлама шалдардың өзі оны жоғары бағалайтын. Жас деп әлпештейді, болашағы зор деп сыйлайды. Мұны мен де мақтан етемін. Тек араласып жүрген дос-жаран саналатын адамдардың бәрінің де Арыстанға ұқсастығы мезі қылған. Бұлардың көпшілігі дүние қызығынан бейхабар, есеп машиналарынан басқа ештеңеде шаруасы жоқ, өзіне берілген фанатик жандартын. Арыстан екеуміз бақытты сияқты едік. Жұрт қалай тұрса да біз де солай тұрып жаттық. Адал жар болдым. Бір арманым сәби көру еді. Тағдыр жазбаған екен. Әйткенмен бұл Арыстанның ойына кіріп шықпайтын. Төлеген сияқты оның да мен түсінбейтін мінезі көп еді. Бірақ бір ғажабы нешеме жыл отассақ та шүйіркелесіп, сырласып, сөйлесе алмаймын. Бойында әлденедей дүлей күш бар сияқты. Адамды езіп, жаншытап тұрады. Шынымды айтайын, мен одан қорқатын едім. Обал неш, екеуміз өте тату тұрдық. Шынаяқ шылдырлап көрген емес. Сөйтіп жүргенде бір күні: сен жындыхананы көргенің бар ма? Қаланың шет жағында тұратын клиенттеріме бара жатып қасынан өтіппін. Дүниеде мұндай сұмдық болады деп ойлаған жоқ едім. Сыртқа ағаш дуалын жинап тастап, кірпіш қабырға қалағал жатыр екен. Аула биік, шойын шарбақпен қоршалған. Ар жағында адамнан гөрі
тағанға көбірек ұқсас үсті бастары алба-жұба кісілер жүр. Біреулері отыр, біреулері киімдерін сыпырып тастап, тақыр жерде күнге қыздырынып жатыр. Көбі бет алды, ыржалақтап өздерімен өздері болып жүр. Екі-үшеуі мен көріп, атам заманғы частушкаларын айта бастады. Менің зәрем ұшып кетті. Осы араға жақындама айналып жүретін болғам. Бірақ көп ұзамай аңдаусызда тағы да үстінен шығып қалыппын. Тезірек жанынан өтіп кетуге тырыстым. Кенет өзіме бүйірден біреудің қадала қарағанын сездім. Жалт бұрылып едім, үсті басында сау тамтық жоқ, шашы ұйпа-тұйпа, сабалақ біреу шарбаққа жабысып, қимылсыз сілейіп тұр екен. Көзі өңменінен өтеді. Мен жалт қарағанда ол баж етіп қолымнан бетін басты да теріс айналып кетті. Ес түсімді білмей үйге келдім де диванға құлай кеттім. Бұл Төлеген еді. Дегенмен көзіме сенбедім. Анығын білейін деп 3-4 күннен кейін қайта бардым. Бас дәрігері қартаң адам. Менің Төлегенге келгенімді естіген соң үндемей аз тұрды да, ол кіміңіз болады деп сұрады. Кіммін деймін, жай танысым деп едім. Онда жөн деді. Өзінің туған туысқаны жоқ жігіт еді. Осыдан 6-7 жыл бұрын деймін, бір жамағайындар әкеп тапсырды. Шөп шауып жүргенде далада ұйықтап қалған екен дейді. Содан айтуғанда бірақ ояныпты. Алғашқыда айқайлап өлең айтып тыныштық таппаған екен. Кейінірек мүлде тіл қатпайтын болыпты. Осында өткізген жылдардың ішінде бірде рет тентектік көрсеткен емес, үндемейтін де, тек кейде-кейде қолын ербеңдетіп, сірә батыс классиктерінің шығармалары болу керек. Әлденені бейтаныс әуендерді ысқырып кететін және бір бастаса, Құдай сақтасын, жуық арада қоймайтын. Біздің жұмыстың жайын білесіз, бірақ оған көп күш қолдана бермейтінбіз. Сау кезінде өте ақылды жігіт болған сияқты. Дегенмен сіз кешіктіңіз. Ол бүгін таңға жақын дүние салды. Мен теңселіп кеттім білем. Дәрігер қолымнан ұстай алды. Бүйтіп жүргенше өлген жақсы болды деді ол. Сондықтан қуануыңыз керек. Қапа болмаңыз деді тағы да дәрігер. Мені бекіте түскісі келіп. Бұл фәниге кімдер келіп, кімдер кетпеген. Бәріміз де өлеміз. Бірақ байқұс соңғы 3 күн ішінде қатты азаптанды. Әлде кімдерді атап шақырып, әлде біреулермен көбіреп сөйлесумен болды. Көптен бері қойып кеткен ескі әдетіне басып, ыңылдап, әлденеде бір мелодияларға салды. Дегенмен деді дәрігер аздан соң, таныстыңызда ақырғы рет көріп қалғыңыз келсе, асығыңыз, әлі жерлей қоймаған шығар. Мен не өлі емес, не тірі емес. Дәрігердің соңынан ердім. Ол созылып тыныш қана жатыр екен. Сол баяғы күйі, сол баяғы менің Төлегенім. Бірақ түсі суық, жағы сорайып, танауы қуысырылған сұп-сұр. Мен жақындап кеудесіне айқастырылған қолын ұстауға да қорықтым. Шап беріп, сенсің мен өлтірген еттің сияқты көрінді. Әйткенмен Төлегеннің сүйегін алып, қолдан қоюымыз деуге батылым жетті. Үйге келген соң Арыстан екеуміздің арамызда үлкен жанжал шықты. Мен өз айтқандарымды істедім. Төлегенді жер қойнына тапсырған күннің ертеңіне өзіме осыншама бақытсыздық әкелген қаланы да, Арыстанды да тастап, Алматыға тартып отырдым. Қара көлеңке бөлмені меңіреу тыныштық кернеді. Екі әйел бір-біріне тығылысып, қимылсыз үнсіз отыр. Тек қабырғадағы ағаш қорапты үлкен сағаттың бір қалыпты самарқау соққан тықылы ғана естіледі. Сүйегіне барғанда алдым жаңағы суретті деді аздан соң Зия, тыныштықты бұзғысы келгендей сабырға жақын үнмен. Тек төс қалтасынан шығыпты. Сірә кезінде біздің қыздардың бірінен алып кетсе керек. Өзім жат біреудің құшағында жатқан кездерінің бәрінде де суретім Төлегеннің төсінде тыныстапты. Мен арам денені сатып, алдамшы сезімге елтіп жүргенде, оның осы жансыз суреттен басқа сүйеніш ештеңесі болмаған. Ал менде қазір көңіл жұбатуда оның суреті жоқ. Тек бір жапырақ қағазға жазған хаты мен әні. Әні, деді Бәтима сұрауға да қорыққандай тұтыңқырап. Ол қандай ән? Зия сағат тықылына құлағын тігіп сәл отырды да, Бәтимаға студент кезінен бері жақсы таныс бір әнді нәзік дауыспен жайлап бастап, қайырмасына келгенде ары қарай соза алмай өксіп жылап жіберді. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Мұхтар Мағауин.